Сәлем, біздер бүгін осындай гүл манты немесе роза манты дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар, видеоны толықтай көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал бастаймыз. Ұнымызға жұмыртқамызды, дозымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қанша грамм кететін барлығын описанияға жазып қоямын. Одан кейін жуамызды 4 бұрышты етіп ұсақтап тураймыз. Жуамыздан кейін капустамызды да дәл солай етіп тураймыз. Мен капустаның жартысын подливаға, жартысын фаршқа салдым. Мінекей біздің фаршымыз дайын. Аскөгімізді салып, тұзымызды, бұрышымызды дәміне қарай салып, жақсылап араластырамыз. Фаршымыз дайын болғаннан кейін морковымызды осындай ирек-ирек пышақпен турадым. Картопымды да, бұлар барлығы бізге подливкаға керек. Жуамызды дәл солай. Енді кезек нанға келді. Нанды жаямыз. Тым жұқа, тым қалың етпейміз. Еттің қамырында етіп жаямыз. Дәл осындай үлкендікте бөліп шығамыз. Одан кейін тағы да ортасынан бір бөлеміз. Содан кейін ішіне фарштарын салып, орап-орап шығамыз. Осылай барлығын дайындап алғаннан кейін табамызға майымызды құйып, капустамызды, жуамызды және морковымызды қуырамыз. Барлығы жақсылап қуырылып қалдау деген сәтте томат пастасын салып, тағы да қақпағын жауып қуырамыз. Одан кейін картопымызды салып, араластырып, үстіне қайнаған су немесе фильтрдегі салқын суды құйсаңыздар да болады. Судың қайнағанын күтеміз. Одан кейін тұзымызды салып, дәмін қарап, суымыз қайнап жатыр-ау деген сәтте роза мантыларымызды салып, қақпағын жауып, 20-25 минутта пісіріп аламыз. Мінекей біздің мантыларымыз дайын, өте тез, жеңіл дайындалады, міндетті түрде жасаңыздар. Сіздермен болған Ақмарал. Каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әрқайсыңызға да жауап беремін.